Қайырлы күн ханымдар, дәл осы видео сабақта мен сіздерге қанша метр мата алу қажет, жалпы не алу қажеттігі туралы түсіндіретін боламын. Бірінші рубашкаға қажетті материалдарды айтайын. Ең бірінші бізге материал қажет болады. Рынокқа немесе магазинге, базарға барған кезде рубашкаға арналған мата десеңіздер, өздері мынау деп көрсетіп береді. Кез келген рубашкаға арналған мата болады. Тек қана алғаш бастап жатсаңыз, шелк немесе шифон матасына жоламай қойыңыз. Басқа кез келген матаны ала беріңіз. Мен мысалы чуть қалыңдау мата алдым, өйткені мен қызыма садикке киеді, кішкене удобно болу үшін. Енді қараңыздар, рубашкаге бізге менің қызыма примерно 60 сантиметр мата кетті, ол 3 жаста. Сіздерге қалай есептейсіздер? Мынау иығынан бастап рубашканың ұзындығын есептейсіздер, соған плюс жеңнің ұзындығын қосып аласыздар. Осы ұзындық сіздерге еркін жетеді. Түсінікті ғой, мына иығынан бастап рубашканың ұзындығына дейін есептейсіз. Ол сізде 50 бола ма, 60 бола ма, содан мына иықтан бастап жеңді өлшейсіз. Мына иықтан бастап қолынан мына жеңге дейінгі ұзындықты өлшейсіз. Сол қанша шықты, осы сантиметрді есептеп алсаңыз сізге жеткілікті. Ертең қалай өлшеу керек, барлығы сабақ басталған кезде сіздерге жіберілетін болады. Енді тағы бір айта кететін нәрсе, біз рубашкаға мойнына мынандай өзінен валан тігетін боламыз. Валаннан бөлек тағы да мен бір қатар осындай кружева тіккім келіп тұр, дайын. Осындай алсаңыз болады. Не болмаса міне мынандай кружева алсаңыз болады. Өзіңіз білесіз, кішкене мынау рубашканы әдемі етіп көрсету үшін қажет бізге. Келесі мынандай кружева алсаңыз болады. Өзіңіз білесіз, ұнаған, қалаған осындай желбезек обязательно аласыздар. Бұның ұзындығы примерно 60 сантиметр алсаңыздар жетіп қалады деп ойлаймын, егер кішкентай қыз болатын болса. Ал үлкен қызға тігетін болсаңыздар 1 метр ала бергендеріңіз дұрыс. Мен мына аралықта бұлай жететін өлшемге алсаңыздар жеткілікті негізі. Міне осылай. Екінші, дәл осы неге артқы жақта мойнында түйме болатын болады. Түймеге қараңыздар, жеңінде түйме болатын болады. 3 түйме аласыздар. 2 жеңіне және мойнына. Домалақ түйме алам десеңіздер, жеңіне алуға болады, бірақ артқы жағына алмаңыздар. Себебі баланың артқы жағында ол кейде жатып қалуы мүмкін деген сияқты, сонда не батады түйме. Сол себепті денесіне жағымды болу үшін осындай тегіс түйме алыңыздар. Енді рубашка түсінікті деп ойлаймын. Келесі бізде сарафан. Сарафанға негізгі мата астар қажет болады, және бізге резина қажет болады. Резинаны 50 сантиметр немесе 60 сантиметр алсаңыздар жетеді. 2 сантиметрлік ені. Екінші, астар кез келген размерге жарты метр жеткілікті. Қаласаңыз, мынау материалыңызбен түспе-түс алсаңыздар болады. Менде түспе-түс астар болмағандықтан осыны алып тұрмын. Егер чуть қанықтау болса, может қанықтау алармын. Көреміз. Пока что осы. Енді сарафанға матаны алған кезде қалай есептейміз? Қараңыздар, біздің сарафанымыздың моделі осындай болып шығады. Бізге қажетті формула міне мынау, және қажетті өлшем обхват бедер, яғни бөксе айналымын өлшейсіздер, және длина изделия. Мына жерден бастап белінен жаңағы сарафанның юбкасының ұзындығын есептейсіздер. Осы менде 34 сантиметр болып тұр. Енді обхват бедерға 6 сантиметр қосамыз. Ол бізге қосымша мынау резинамыздың созылып бөксемізден еркін өту үшін қажет болады. 6 сантиметрді қосқанда 62 сантиметр болды. Міне мына формула қараңыздар. 0,32 обхват бедер мына санды аласыздар. 62 ПШ деген тігіске қосымша. 0,32 62-ге 2-ні қосып 0,32-ге көбейтесіздер. Сонда менде 20-да 48 шықты. Осы сан плюс мына 34 сантиметрді қосқан кезде сізде 75 сантиметрден аспаса, онда 75 сантиметрдегі ұзындық сізге жеткілікті деген сөз. Ал егерде мынау матамыздың ұзындығы 75 болса, сізге жеткілікті деген сөз. Ал егер 75-тен асатын болса, онда сіз
2 еселейсіз. Мысалы 80 немесе 90 болатын болса, например 90 деп алайықшы, осы екеуін қосқан кезде бұйымның ұзындығымен мына формуладан шыққан санды қосқан кезде сізде 90 шығатын болса, 90-ды 2 еселеп аласыз. Яғни 90 плюс 90 бірде 80 сантиметр мата аласыз. Түсінікті болды деп ойлаймын. Бұл не үшін 2 еселейміз дегенде, біз жартылай күн юбка тігетін боламыз. Юбкасы әдемі болып шығу үшін. Екінші, 75 деп айтып атқаным, міне матаны былай 2-ге бүктеген кезде, мынау радиустан шыққан санды мына аралыққа қойып пішетін боламыз. Сол кезде длина изделия мына ұзындықта былай 75 сантиметрге жетіп тұрса, онда осы бір қабат жетеді. Ал егерде ол жетпейтін болса, міндетті түрде 2 еселеп аласыздар. Сонда біз матаны былайынан 2-ге бүктеп, былайынан пішетін боламыз. Оны алдағы сабақ барысында көресіздер. Жалпы бізде сабаққа қажеті осы, және де материалдарыңызға түспе-түс жіп алуды ұмытпаңыздар.